Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Қасымбаева Зейнеп Әбжәміл-қызы, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы орта білім беретін мектептің информатика пән мұғалімімін. Бүгінгі сабағымның тақырыбы Google формасы арқылы тест құру. Бүгін Google браузерін жүктеу және тіркелуді, Google формасы арқылы оқушыларға арналған тестті құруды, тест сұрақтарын оңай енгізуді, фото және видео арқылы көркемдеуді, тест сұрақтарына арнайы бал қоюды, жасалған жұмысымызды оқушыларға жіберуді үйренеміз. Алдымен интернет желісіне Google скачать деп Google браузерін жүктейміз. Мен алдын ала Google браузерін жүктеп, оған тіркелдім. Сіздер де тіркеліп, өз аккаунттарыңызды ашып, оң жақ жоғары батырманы басып, сол жерден Google диск батырмасын таңдайсыздар. Ашылған сұхбат терезенің ішінен создать батырмасын басып, Google формы командасын орындаймыз. Міне біздің Google формус терезесі ашылды. Мен алдын ала өзіме тест сұрақтарын жасап алдым. Яғни копировать, ставить командасы арқылы оңай тестімді енгіземін. Бірінші сұраққа оқушының аты жөні. Деп енгізіп кетесіздер. Яғни текст строканы таңдап, обязательный вопросты таңдайсыздар. Сұрақ енгізу үшін плюс қосу батырмасын басып, дайын сұрақтарымызға барамыз. Копировать, вставить командасы арқылы тез-тез сұрақтарымызды енгіземіз. Тағы да бір сұрақ енгізейік. Ал дайын болған сұрағымызды әрі қарай әсемдейміз. Ол үшін настройки бөліміне барып, тесті шертеміз. Бұл жерден байқасаңыздар әртүрлі командалар бар. Яғни отправить форму не более одного раза деді. Мен осы бөлімді таңдаймын. Себебі әр оқушы тек қана бір рет жауап бере алады. Сұрақтары араласып келсін. Және тест. Показать оценку сразу после отправки формы деді. Сохранить. Енді біз әр сұрақтың оңай қиындығына қарай оған бал берсек болады. Мысалға, екінші сұрағымызға 1 бал. Дұрыс жауабын таңдайық. Готово батырмасын басамыз. Және сұрақтарымыз түсінікті болу үшін біз суреттер енгізуімізге болады. Мысалға, компьютер суретін енгізейін. Бір суретіміз енді логика. Оған қалған суреттеріңіз таңдайсыздар. Обязательный вопрос. Ал енді бірінші сұрағымызға барайық. Бұл жерден бұғанда 1 бал немесе 2 бал қойып, дұрыс жауабын таңдаймыз. Готово. Ал біздің сұрағымыз дайын. Енді оның түсін өзгертуімізге болады. Немесе
сурет қоюымызға болады. Мысалға бір суретті алайын. Дайын болған сұрақтарымызды просмотр арқылы көрейік. Міне, оқушылар, бізде орын ауысып кетті. Яғни аты жөні екінші бөлімге түсіп кетті. Оны қайтадан дұрыстауға болады. Міне, балымыз көрініп тұр, яғни бір балдан беріліп тұр. Енді отправить батырмасын басып, өзіміздің оқушыларға жібереміз. Копировать. WhatsApp желісіне ашып. Міне, оқушымыз жіберілген сілтеме арқылы ашқан кезде аты жөнін, мысалға, Ердәулет. Міне, біздің жаңа суреттеріміз осылай көрініп тұр. Отправить. Оқушының жіберген, мына жерде посмотреть баллы. Оқушы өзінің балын сразу көре алады. Яғни, екі сұрақтың екеуіне де дұрыс жауап берді. Жауаптары көрініп тұр. Ал мұғалім қайтадан қалай көреді? Ол үшін Google дискке барып, новая форманы ашасыз. Осы жерден ответ. Міне, бір оқушы жауап берген. Отдельный пользователь деп әр оқушыны жеке-жеке көрсеңіз де болады. Немесе общий диаграмма арқылы көрсеңіз де болады. Міне, құрметті әріптестер, менің сабағым осымен аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.